Сәлем, достар. Ертегі тыңдауға дайынсыңдар ма? Онда жайғасып отырыңдар, көздеріңді жұмып елестетіп көріңдер. Адамның адал досы ит. Баяғыда бір ауылда Асан деген шаруа өмір сүріпті. Жалғыз тұратын, күнде таңмен тұрып қойын өріске айдайтын. Бір күні жайлауда жүргенде бір нәрсенің қыңсылағанын естиді. Жақындап барса, кішкентай күшікті біреу тастап кеткен екен. Асан оны үйіне алып келіп, Ақтөс деп ат қояды. Күндер өте келе, Ақтөс шымыр, ақылды итке айналады. Ол Асанды әр күні өріске дейін шығарып салып, кешке қарсы алып отырады. Тіпті бір күні Асан ауырып қалған кезде, Ақтөс көрші ауылға дейін жүгіріп барып, көмек шақырған екен. Бір күні ауылға ұры түсіп, Асанның қойларын ұрламақшы болады. Бірақ Ақтөс айдалада жүргенін сезіп, жүгіріп келіп үре бастайды. Ұры сасып қалып қаша жөнеледі. Көршілер жүгіріп келіп Асанға көмектесіп Ақтөсті мақтапты. Сол күннен бастап ауылдағылар Ақтөске құрметпен қарап, нағыз ер ит деп атап кетеді. Асан мен Ақтөс өмір бойы бірге болды. Ақтөс тек қой күзетіп қана қоймай, ауыл балаларына да ойыншық сияқты еді. Балалар оны мініп бірге ойнайтын. Міне, балалар, осы ертегі бізге бір нәрсені үйретеді. Ит адамның адал досы. Қиын кезде көмектесіп, жанынан табылатын жануарлардың бірі. Ертегі ұнаса, лайк басып, пікір жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Келесі ертегіде кездескенше сау болыңдар.